Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін оңай түскі ас жасаймыз. Ол үшін бізге тауықтың филесі, 2 жұмыртқа, 1 қызанақ, жарты пияз, 150 мг сүт, 50 грамм ірімшік қажет. Менде сулугуни ірімшігі. Тауық етін майдалап турап аламыз. Егер тауық еті болмаса, сиыр етін немесе фарш қолдансаңыздар болады. Одан кейін қызанақты және пиязды турап аламыз. Ірімшікті үкіштен өткіземіз. Екі жұмыртқаны араластырып, сүтке қосып, қара бұрыш, тұз, тәтті паприканы қосып араластырамыз. Пешке арналған формаға зәйтүн майын жақтым. Сұйық майды да жақсаңыздар болады. Мен шикі макаронды салдым, сол себепті тамақ пеште ұзақ пісетін болады. Ал егер алдын ала макаронды қайнаған суда жартылай пісіріп алсаңыздар, онда пеште де тез пісетін болады. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Үстіне тауықтың етін, пиязды, одан кейін қызанақты қоямыз. Үстіне сүт пен жұмыртқаның қосындысын құямыз. Бетін қақпағымен немесе фольгамен жауып, 50 минут пісіреміз. Піскен соң үстіне ірімшік сеуіп, тағы 5-10 минут пеште ұстаймыз. Егер де мен айтқандай алдын ала макаронды қайнатып алсаңыздар, онда пеште 30 минут пісіру керек. Біздің түскі ас дайын. Үстіндегі ірімшікпен өте дәмді шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.